Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жиындардың қиылысуы. Көпұлтты Қазақстан. Бүгінгі сабақта жиынды құрастыруды және жіктеуді, жиындардың қиылысына элементтердің тиіскенін анықтауды үйренесіңдер. Алдымен оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Менің достарым Жібек, Арман, Иван, Олеся, Зухра. Ал бұл балаларды екі жиынға бөлуге болады. Яғни кеудеше киген және музыкалық аспаппен тұрған. Ары қарай енді суретке қарап, кім екі жиында да тұр? Дұрыс айтасыңдар. Екі жиында да Жібек пен Арман тұр екен. Шеңберге балалардың есімін жаздық. Ал балалар, шеңбердің қиылысында кімнің есімі болуы керек? Яғни қиылысында, мінеки балалар, шеңбердің қиылысында Жібек пен Арман тұр екен балалар. Яғни екі жиынның ортақ бөлігі бар. Жібек пен Арман жиынның ортақ бөлігінде тұр. Өйткені олар кеудеше киген және музыкалық аспап ұстап тұр. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Екі жиынның қиылысуы деп, сол екі жиынның екеуіне де тиісті элементтерден ғана тұратын жиынды атайды. Оқулықтағы келесі тапсырмаға назар аударамыз. Екі таңбалы сандар жиынына жататын сандарды ата. 40-тан артық сандар жиынына жататындарын ата. Қиылысқан тұсына қандай сандар орналасқан? Балалар, мінеки, екі таңбалы сандар жиыны және 40-тан артық сандар жиыны. Екі таңбалы сандардың жиыны 27, 32, 11, 12 сандар жатса, ал 40-тан артық сандар жиынына 100, 300, 400, 200. Балалар, осы екі жиынның, яғни ортақ бөлігінде қандай сандар тұр екен? Дұрыс айтасыңдар, қиылысында 45 пен 47. Яғни олар екі таңбалы сандар жиынына жатады. Бірақ қиылысу, яғни қиылысу бөлігінде тұр. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Карточкалардағы сандарға қара. Сандар жиынын құрастыр. Екі таңбалы сандар, бір таңбалы, 50-ден артық сандар және толық жүздіктер саны. Өздерің көріп отырғандай, мына карточкаларды қолдана отырып, біз жиындарды толықтырамыз. Ал енді сәйкес келетін нұсқамен салыстырып көрелік. Балалар, екі таңбалы сандар жиынына 20, 12, 50, 48, 13, 11, 18, 38 сандары жатады. Бұл сандар екі таңбалы сандар. Енді осы екі таңбалы сандардың әрқайсында неше элемент бар? 9 элемент бар. Яғни оның саны 9 деген. Ары қарай 50-ден артық сандар. Яғни 55, 900, 100, 800. Яғни бұл жиынның элементтері 4. Бір таңбалы сандар 0, 6, 7. Яғни бұл жиынның элементі 3. Толық жүздіктер 900, 100, 200, 800. Яғни толық жүздіктердің элементі 4, яғни 4 сандар
санына емес, балалар элементіне тең болады. Ары қарай келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сандарды шығу ондыққа дейін толықтыру. Бұл 89, 67, 58, 29, 78, 99, 59, 57. Мысалға алатын болсақ, 87 толық ондыққа толтыру үшін 89, 90. Ары қарай 67 санын алып қарайық. 67, 68, 69, 70. Толық ондық 70. Келесі сан 58. Толық ондыққа толтырамыз. 58, 59, 60. Саны толық ондық. Яғни балалар келесі сандарды өздерін жазып шығасыңдар деген ойдамын. Балалар, бүгінгі математика сабағы аяқталды. Оқу тапсырмасы номер 4-ші есептің нұсқасы 54-ші бет. Сау болыңдар балалар.